Жасұлан балалар мен жасөспірімдер орталығының денсаулық айнасы үйірмесінің тәрбиеленушісі Болат Аймажан Асланқызы. Мен қазір табиғатта аялау байқауының Green Oasis номинациясы бойынша ландшафттық эко-жобалар бойынша Жасұлан орталығының макетін жасау үстіндемін. Жасұлан орталығы 1987 жылы салынды. 1988 жылы пайдалануға берілді. Оның ішінде бассейн, спорт зал және әртүрлі үйірмелерге арналған 26-ға жуық үйірме комитет жұмыс атқарады. Айналасы түрлі ағаштар мен гүлдер егіліп қоршалған. Осы орталықтың жан-жағын гүлдендіруге өсімдік тану үйірмесінің тәрбиеленушілері атсалысып гүлдерді баптап күтеді. Мысалы, раушан гүлі, астрогеран сияқты көптеген өсімдіктер өсіріледі. Сонымен қатар, Жасұлан орталығының артында бау-бақша бар. Онда құлпынай, алма ағаштары, көкөністер өсіріледі. Жалпы айта кетейік, орталықта 2012 жылы күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген еді. Барлық кабинеттер жаңартылып қолданысқа берілді. Орталықтың жұмысы жөнделген кейін өз жұмыстарын жаңа ырғақпен бастады. Менің жұмысым дайын, жасыл желекке оранған сүйікті мекемем. Бұл жерде жасыл желекке оранған көптеген ағаштар бар, және де көптеген гүлдер өсіріліп бапталады. Және мекеменің Жасұлан орталығының алдында сәнін келтіріп тұрған субұрқағымыз бар. Арты жағында бау-бақшамыз да өсіріледі. Міне, енді қазіргі таңда Жасұлан балалар мен жасөспірімдер орталығы алыстан жасыл желек жамылған қаладағы сәулетті ғимараттардың біріне айналды.